Сәлем интернет, сіздермен мен DirdKZ. Бүгін біз Warface ойнайтын боламыз телефонда. Телефонға Warface шықты. Егер де сіздер де ойнағыларыңыз келсе, ссылкасын астына қалдырамын, басып алыңыздар. Видеоң шықпай кеткен үшін кешіріңіздер. Мен тағы да еріндім. Өтіп өткен жаңа жылдарыңызбен, және де мен енді бірінші рет Warface'ге кіріп тұрмын. Көріп тұрғандарыңыздай графикасы ең жақсы графика емес. Біртүрлі мына адамның бронежилеті біртүрлі графикасы. Мынаяққа қара дейді бізге, жүр дейді бізге мынаяққа. Енді бірінші рет көріп тұрмын, обучение өтіп отырмын. Мына жатырмын, қома. Егер де өте қызық болса комментарийға жазыңыздар. Мен осыны түсіре беретін боламын. Оппа. Ема, не қатып қоятын. Не қома? Біттім алу үшін, осындай енді. Мындай бәлілерді береді бізге. Не? Осы байтыннан бәрін береді. Тура Call of Duty. Байқаған шығарсыздар, микрофон дыңылдап тұрған жоқ. Өйткені сіздер комментарийға жазыпсыздар. Микрофон біртүрлі дыңылдап тұрған, енді дыңылдап тұрған жоқ шығар деп ойлаймын. Бірінші комплект деймін. Выбери дополнительное свое оружие. Дробовики. Найдите. Айтпақшы, мынау өткен видеодағы топовый комментарийлар, жақсы комментарийлар. Егер де сен де видеоға түскің келсе, комментарийға жақсы комментарийін жазып кет. Менің не түсіргенімді қалайсың, соны да жазып кет. Каналға лайк басып, подписаться ет, бәрін істеп кет. Мені таңдадық. Сила 10 дейді, оптимально. Ой, мәу. Лобби бірнәрсе дейді, жарайды қарамақ қойып, оған қарап отырсақ ұзақ уақыт кетіп қалады. Мына тура Warface карта ғой, ангар дейтін. Мына күшті ғой, Warface'ге ұқсайды. Бірақ графикасы сол Warface'ге ұқсайды. Warface'де де графика не очень. Біртүрлі левел графика. Матч начнется через. Ангар дейтін осы Warface'де де бар. Мен де компьютерден Warface'ді ойнағанды жақсы көремін. Өйткені мен ойнағам, қазір оны ойнамай жүрмін. Мен бұл карталардың бәрін білем, сондықтан маған ойнаған оңайырақ болады. Ема, қалай атады еді? Үшін нем басу үшін, ату үшін. Автома ататын. Өзі атамай. Менде бір адам өлтіріп көріншіп беріңдер маған. Опа, дробаш. Таныс жерлер бәрі таныс. О, авто атакен. Тоқсаңыздар, бұл маған ұнамайды. Управление чувствительность қатты көп көткен 36 тұра берсін. Авто стрельбаны өшіртсек. Үшінай стрельбі. Осы настройкалар маған жақсылау. Чувствительность өте аз болып көткен жақты 44. Ойбай, атып атырмай. Негізі кішкене біртүрлілеу. Атқанда движениесі де ыңғайсыз. Джойстик кішкентай, джойстикті үлкейтуге болама білмеймін. Және де мен қазір өлейін деп атырмын. Яқтына жерге қарап тұрған түсінбедім. Өлтіп тастадым ана. Ема, емделуге болама. Емделуге болады екен. Граната лақтыруға болады. Маяқта біреу атып атыр, біз оған граната лақтырып жібереміз, ол айдалға шығып кетеді, соң кейін тым болмай қалады. Енді мына қармай атып көрейік. Адам бар мұндақты бізде. Шеймін оқсақты ше. Оппа. Ойбай, перезагрузка. Дробашты аламыз. Қазірше оңай болып отыр. Кейін қиын болған шығар деген үміттемін. Өйткені қазір өте оңай, мен бір рет өлмедім. Бір матчта өйткені өңшең боттар.
Түшүнбөдүм, мынаны аузума тыгып жибердим ба, бир кап сыяктуу бир нерсени. Түшүнбөдүм. Аузума тыгып жибердим капты. Винни карта бизде. Машина сердце через 2-1. О, прицел. Енді прицел бар бізде. Тура Warfaze'дегі прицел. Бәрі қазір Warfaze'ге ұқсап жатыр. Эй, өлтіріп тастадым. Опа, не мынау? Чё за дрон? Істейміз бұны, атпаймыз ба? И? Не болды сонда? Түшінбедім, что-то. Не істеуіміз керек мына дронды? Типа біз захватить етіп алдық. Біреулердің базасын. Жоқ, бірақ Warfaze'де бұндай захват жоқ тұғын. Кім атып отыр? Мынау бізге жақ емес қой. Тұра баштасай. Ема өлді ма? Өлмен алдым мұны. Бұттарда бір түрлі қазір маған ұнап атқан жоқ. Call of Duty одан қатты ұнаған тұғын. Жаңа айтқанымдай, бұл Warfaze'ге ссылка астында қалдырамын. Ема өліп баратын мен. Ақта тұғылуға болады. Өлтіп тапты. Бұл глобальный Warfaze, бұны Warfaze'дің компьютерге Warfaze'ді шығарған адамдар шығарған кәдімгі. Чё? Бұлай болып бедіне, мен күту керек деп ойласам аз есені. Мен қолмен атқан оңайырақ десем, сөйтсем бір түрлі екен, сондықтан автоға қойсаған дұрыс сияқты деп ойлаймын. Мына картадан қайдан ататқан көруге болатын жақсы екен. Пистолет. Опа, мынаны захватить ету керек. Захватить етсек. Бұлай істейсілер. Әйтпесе өте ыңғайсыз болып кетті. Маған қазір ұнап жатқан жоқ, кіріп атқан жоқ. Call of Duty бұдан жақсырақ ұнаған тұғын маған. Бәрі ақшаға екен мына жерде неме. Дым сатып алмайсың ғой мына жерде. Донат жасамасаң дым аламайтын сияқтысың ғой. Инвентарь не бар менде? Инвентарьда мына жақта бағана нож түсіріп алдым. Ол ножым қайда екенін білмеймін. Мына Warfaze'де бар, мынау бар Warfaze'де. Қалғанның бәрін көрмеппін. Сила дейді. Не может? Инвентарьда қызық нәрсе жоқ екен, задание. Опа, не өртін аптечка. Мен бұл ойынға 10-нан 6 деген не беретін тұғын, өйткені өте қатады, сотка қызып кетеді. Егерде жаман сотка болса, бұны бас олмақ қойыңыздар. Мен өзім соткам қатып кетті, қызып. Білмем, компьютердегі Warfaze мүлдем қатпайтын. Компьютердегі Warfaze ең жаман компьютерлерге арналған тұғын. Мынау болса ең күшті соткалерге графикасы жаман болып алып, мен 10-нан 6 деген очко берем. Очко болғанда бал. Call of Duty бұдан өте салыстыруға келмейді. Call of Duty бұда күшті. Егерде осы Warfaze'ден тағы да видео шығарғанымды қаласаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған DSKZ, ендеше сау.